Баршаңызға сәлем достар. Менің асханама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен өте дәмді шоколадный сүзбелі бәліш, яғни творожный пирог шоколад түрін жасайтын боламыз. Өте керемет, бір жасағаннан керемет шығатын рецепт. Міндетті түрде өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнға құраған өнімдерді араластырып аламыз. Разрыхлитель және какаоны салып араластыратын боламыз. Какаоны міндетті түрде 53-тен өткізе отырып қосыңыздар. Майда түйіршіктер кетеді. Барлығын біріктіріп жақсылап араластырып аламыз да, ортасының кішкене ашып, бір жұмыртқамызды және қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Содан соң ертілген сары майымызды құйып, бір келкі қамыр жасап аламыз. Қамырды көп илеп отырудың қажеті жоқ, жай ғана қамырдың басы біріксе жеткілікті. Біздің дайын болған қамырымызды целлофанға салып 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Сол арада начинкасын дайындаймыз. Сүзбеге бір жұмыртқа, қант, 3 ас қасық қаймақ және де 1 ас қасық кукурузный крахмал қосып, барлығын жақсылап блендермен езіп алатын боламыз. Бізде өте керемет сұйықтықтағы осындай қоймалжың масса шығады. Қамырымызды формаға бортиктарын шығарып, әдемілеп орналастырып аламыз. Шетіне міндетті түрде осылай бортиктарын биіктеп өтіп шығарыңыздар. Содан соң салмасын салып, бетін тегістеп аламыз. Бетін жақсылап тегістеп, алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің пирог піскен кезде беті кішкене жұмсақ болып тұруы мүмкін, одан қорықпаңыздар. Пирогты міндетті түрде толықтай суытамыз. Енді ганаш дайындаймыз. Шоколадқа сары майды қосып, микроволновкада ерітіп алдым. Екеуін жақсылап алдымен араластырып аламыз да, содан соң арахисті қосып, жақсылап араластырып, осы шоколадты жаңағы толықтай суыған пирогтың үстіне құйып шығатын боламыз. Шоколадты құйып бір тегіс етіп, бетіне жайып шығамыз. Бетіндегі ганаш қатқанға дейін 5-10 минутқа холодильникке салып қойсаңыздар болады. Содан соң кесіп жей берсеңіздер болады. Біздің пирог өте керемет, дәмді, ауызда еритіндей болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, менің каналым рецептерім ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіз менен шығатын әрбір рецептіні бірінші болып қарайтын боласыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет.